Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Болатхан Анаргүл, Алматы облысы Жамбыл ауданы Қадырбекұлы атындағы орта мектептің география пәні мұғалімімін. Бүгін біз 9-шы сынып 12-ші сабақты қарастырамыз. Оқу мақсаты 9.3.1.4 Қазақстанның минералды ресурстарының таралу заңдылықтарын анықтайды. Осыған сәйкес сіздерден бүгінгі сабақтан Қазақстанның минералды ресурстарының таралуы және таралу заңдылықтарын түсініп айқындайды деген нәтиже күтіледі. Жер қыртысының алуан түрлілігі әртүрлі пайдалы қазбаларға бай болуына әсер етеді. Яғни оқушылар, пайдалы қазбаларға бай болу неге байланысты екен? Әрине жер қыртысының алуан түрлілігіне екен. Өздеріңіз көріп отырғандай, Қазақстанның жер қыртысы алуан түрлі және пайдалы қазбаларға бай екенін. Есімізге түсіріп алсақ, жалпы пайдалы қазбалардың геологиялық дамуы ішкі және сыртқы күштердің әсерінен түзіледі. Ішкі дегеніміз эндогендік, сыртқы бұл экзогендік. Қазақстан аумағының геологиялық даму тарихының ұзақтығы мен әртүрлі тектоникалық құрылымдарының шегінде орналасуы шығу тегі жағынан алуан түрлі жанғыш, кенді және кенсіз пайдалы қазбалардың түзілуіне әсер етеді. Экзогенді кен орындары сыртқы фактор, яғни әртүрлі тау жыныстарының үгілу қабатында түзіледі. Шөгінді пайдалы қазбаларға су қоймалардың, мысалы өзен, батпақ, көл, теңіз бен мұхит табанында түзілген кен орындар жатады. Экзогенді кен орындары жердің терең қабатындағы ішкі энергияның әсер ету үдерісінің нәтижесінде түзіледі. Олардың қатарында хромиттер, темір, титан, мыс, никель, алмаз, гранит кен орындары жатады. Метаморфогенді жыныстар жоғары қысым мен температураның және химиялық белсенді заттардың әсерінен тау жыныстарының құрамы мен құрылымында болатын күрделі өзгерістерден түзіледі. Оған жер қойнауында қысым мен температураның әсерінен әктастың мәрмәрға, сазды шөгінді жыныстардың кристалды тақтатасқа айналуы мысал болады. Пайдалы қазбалардың шығу тегі бойынша түрлеріне келсек, шығу тегі бойынша магмалық, яғни эндогенді, кенді. Магмалық кенді қара және түсті металдар, оған темір, мыс, полиметалл, сондай-ақ асыл тастар жатады. Шөгінді ол экзогенді, таулы, отын, тас және қоңыр көмір, мұнай, табиғи газ, сондай-ақ құрылыс материалдары, әктас, құм, саз. Метаморфогенді, яғни метаморфты, кенсіз. Бұған құрылыс материалдары, гнез, мәрмәр, тақтатастар жатады. Қазақстан аумағында пайдалы қазба кен орындарының барлық генетикалық типтері кездеседі. Олар келесі топтарға біріктірілген. Бірінші, қара металл кен орындары, темір, марганец, хром. Екінші, сирек металл кен орындары, ванадий, никель, кобальт, вольфрам, молибден, қалайы, висмут, мышьяк, сынап. Үшінші, түсті металл кен орындары, мыс, қорғасын, мырыш, алюминий, магний. Төртінші, асыл металл кен орындары, алтын, ақ алтын. Бесінші, радиоактивті металл кен орындары, радий, торий, уран. Алтыншы, сирек жерлік элементтер кен орындары, ниобий, тантал, цирконий, церий және тағы басқалары. Жетінші, кенді шикізат кен орындары, яғни металл емес. Тау-химия, химиялық, таулы техникалық шикізат, құрылыс материалдары, бағалы және жартылай асыл тастар және тағы басқалар. Көмір, сутекті шикізат кен орындары,
8-ші, бұған мұнай, жанғыш газдар және битум жатады. 9-ші, көмір кен орындары, қоңыр көмір, тас көмір, антрацит, шымтезек, жанғыш тақтатастар және 10-ші, техногендік кен орындар. Оқушылар, сіздерге тапсырма. Жоғарыда жазылып тұрған пайдалы қазба аймақтары, яғни Сарыарқа, Кенді Алтай, Мұғалжар, Қалба жотасы, Қарағанды, Екібастұз, Қаратау жотасы, Соколов-Сарыбай, Торғай алабы, Каспий маңы, Арал бойы деген пайдалы қазба аймақтарын пайдалы қазбалардың таралу заңдылықтарына жіктеп бөліп жазыңыздар. Пайдалы қазбалардың таралу заңдылықтары бойынша қатпарлы аймақтардағы пайдалы қазбалар және платформалардағы пайдалы қазбалар деп бөлінеді. Сіздерге көмек ретінде мысал келтірсек, мысалы, мыс қатпарлы аймақтарды пайдалы қазбаға жатады, таралу аймағы Сарыарқа. Көмір платформалардағы пайдалы қазбаға жатса, таралу аймағы Торғай алабы. Және осы аймақтарда таралған пайдалы қазбаларды атлас картада шартты белгілерімен белгілеңдер. Бұл тапсырманы орындау үшін келесі дескрипторлар беріледі. Қатпарлы аймақтардағы пайдалы қазбалар ретін дұрыс анықтайды. Платформаларда орналасқан пайдалы қазбалар ретін дұрыс анықтайды. Қазақстанның атлас картасында пайдалы қазбалардың шартты белгілеріне сай белгілейді. Рефлексия пирамидасы: мен үйренген 4 мәлімет, мен білген 3 мәлімет, мен көбірек білгім келген 2 мәлімет, есте сақтау керек 1 мәліметті толықтырып жазыңыздар. Үйге тапсырма. Вен диаграммасында бірінші оңтүстік Қазақстан мен солтүстік Қазақстанның, екінші шығыс Қазақстан мен батыс Қазақстанның минералды ресурстарының таралу заңдылықтары, айырмашылықтары мен ұқсастықтарын жазыңдар. Назарларыңа рахмет.